Баршаңызға сәлем, құрметтілерім, сіздермен Динара. Бүгін сіздерге маринадталған ашты бұрыштың рецептін ұсынамын. Ол үшін келесі ингредиенттер қажет болады. Ашты бұрыш, сарымсақ, тұз, қант, хош иісті бұршақ, сірке суы және су. Ашты бұрыштың сабақтарын алып, алдын ала жуып алдым. Зарарсыздандырылған банкалардың түбіне хош иісті бұршақ, кесілген сарымсақ қосып, және ашты бұрышты тығыз орналастырамын. Бірінші және екінші тағамдарды тәбетті көкөністерсіз елестету қиын. Олар тағамға жаңа қызықты ноталар қосып, тәбетті арттырады. Тұздықтардың арасында маринадталған ашты бұрыш бөлек өнім ретінде пайдаланылады. Ашты, дәмді және қытырлақ. Өнім басқа тағамдар, салаттар үшін ингредиент ретінде қызмет ете алады. Ол сорпаларға, етке және басқа да көптеген тағамдарға қосылады. Ашты бұрышты банкаларға тығыздап орналастырғаннан кейін қайнаған ыстық су құйып, бетін қақпақтармен жауып, 20 минутқа қалдырамын. Әзірше тұздықты дайындаймын. Терең ыдысқа су құйып, тұзды және қантты ыдысқа салып араластырамын және қайнатамын. Тұздық қайнағаннан кейін бетіне сірке су қосып, араластырып, газ плитаны өшіремін. Жиырма минут өткеннен кейін банкалардағы суды төгіп тастаймын. Дайын тұздықты банкаларға құйып, қақпақтарды жауып, оны аударып, толығымен суығанша бетін жауып қоямын. Дайын болған маринадталған ашты бұрышты салқын жерде сақтауға болады. Сіздерге ұсынған рецепт және видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып тіркелуді ұмытпаңыздар.